Сәлеметсіздер ме достар? Бүгін мен сіздермен алмалы штрудель рецептісімен бөлісемін. Қамырына қажетті заттар: 120 мл су, 50 мл сұйық май, жарты шай қасық тұз, 250-300 граммдай ұн. Алдымен штруделіміздің қамырын дайындап аламыз. Ол үшін ыдысқа бірінші суды, одан кейін сұйық майды, тұзды салып араластырып, үстіне ұнымызды салып, қамырымызды илейміз. Дайын болған қамырды жарты сағатқа мұздатқышқа салып қоямыз. Жарты сағатымызды босқа өткізбей, штрудельдің салмасын дайындап алайық. Ол үшін бізге алма қажет болады. Егер сіздің алмаңыз үлкен болса, 3-4 алма жеткілікті. Алмаңыз тура менікідей кішкентай алма болса, көп алма қажет болады. Ең алдымен алмамызды турап аламыз. Өз қалауыңызша. Одан кейін бізге келесі қажетті нәрсе: май, 30 граммдай май қажет болады, 5-6 ас қасық қант қажет болады, дәміне қарай корица қажет болады. Ең алдымен біз ыдысқа алманы, оның үстіне майымызды, қантымыз бен корицамызды салып, баяу отта әдемілеп карамельдеп аламыз. Дайын болған салмамызды суытып қоямыз. Бізде жарты сағат өтті. Мұздатқыштағы қамырды алып, өте жұқа етіп жайып аламыз. Жайылған қамырымызға алдын ала ұсақталған печеньені сеуіп шығамыз. Бізге 100 граммдай печенье қажет. Южный немесе юбилейный печеньелері өте жақсы кетеді. Одан кейін қамырымызға салмасын саламыз. Салмасын салып болғаннан кейін қамырды рулет етіп ораймыз. Штруделімізге жұмыртқаның сарысын жағамыз. Одан кейін пеште пісіріп аламыз. Пісу уақыты 25-30 минут 180 градуста. Достар, біздің өте дәмді штруделіміз дайын. Тура осы рецептпен штрудель пісіріп көруге кеңес беремін. Егер рецепт ұнаса, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыз. Және де менің каналыма тіркеле кетіңіз. Ас болсын, сіздермен болған бақыт.